Телефонға тәуелділік ауру ма, әдет пе? Телефонға тәуелдісіз бе? Одан арылуға мына әдістер көмектеседі. Смартфон біздің күнделікті қажеттілігімізге айналғанына біраз жыл болды. Қазір тіпті әлеуметтік желілерді ақтарып, түрлі адамдармен әрдайым байланыстан болу қалыпты жағдай болып көрінеді. Алайда телефонға тәуелділік үлкен проблемаға айналып барады. Бұдан қалай құтылу керек? Атақты Стэнфорд университетінің сарапшылары жасаған зерттеу көрсеткендей, телефон пайдаланушыларының 14% бірнеше күн бойы интернеттің болмауына төтеп бере алмайды екен. Сондай-ақ, ғалымдар жас балаларға 4 айдан 3 жасқа дейін смартфонды көп ұстату олардың өміріне қиянат жасаумен бірдей екендігін айтады. Көздің көру қабілеті нашарлайтыны бұлай тұрсын, ғаламтор жап-жас бүлдіршіндердің мінез құлқына да зиян тигізеді. Бірақ гаджеттерге тәуелділікті жеңудің бірнеше жолы бар. Алдымен бұл мәселенің бар екенін мойындаңыз. Сіз өзіңізде шынымен тәуелділік бар екенін мойындағаннан кейін ғана онымен күресті бастай аласыз. Смартфонның интернетін үнемі өшіріп жүріңіз. Мобильді қосымшалардан қажет емес хабарландыруларды алып тастаңыз. Қажетсіз қосымшалардың көзін жойыңыз. Бұл сіздің көп уақытыңызды ұрлайтын қосымшаларға қатысты, мысалы ойындар. Смартфон пайдаланатын уақытты басқа бір зиянсыз іске арнап үйреніңіз. Өзіңіз үшін қай күндер жұмыс істейтін және қай күндер демалыс екендігін нақтылап алыңыз. Сөйтіп, демалыс күндері мейлінше гаджеттерден аулақ болып, уақытыңызды басқа нәрселерге арнаңыз. Жаңалықтар мен электрондық пошталарды ақтарудан аулақ болыңыз. Бұл үшін тыныштандыратын музыка қосып қоюға немесе кітап оқуға болады. Ұйқыдан ояна салып смартфонды қолға алу әдетін тыйыңыз. Смартфонды күніне кемінде жарты сағат және аптасына бір рет күні бойы қолданбауды әдетке айналдырыңыз. Бұл сіздің өміріңізді өзгертуге көмектеседі. Әлеуметтік желілерде өткізілетін уақытты қадағалап, өзіңізге «Мен уақытымды неге арнап жүрмін?» деген сұрақ қойып, есеп беріңіз. Телефонға тәуелділіктен бірден құтылу оңай емес. Дегенмен осында ұсынған кеңестерді біртіндеп іске асыра берсеңіз, түбінде нәтиже шығады. Телефонға тәуелділіктен құтылудың 7 жолы. Телефоныңызды 1 минутқа да қолыңыздан тастай алмай, қайта-қайта хабарламалар тексере беретін болдыңыз ба? Бұл видеода осы дерттен арылуға көмектесетін 7 тәсіл туралы айтып беретін боламыз. Бірінші, сағат тағып жүріңіз. Сағат қанша болғанын көре салайын. Телефон экранына бір үңіліп қалудың көп айтылатын сылтауларының бірі. Десек те, бұған көп уақыт жұмсалады. Өйткені зейін жаңа келген хабарландыруларға аударыла береді. Соңғы кездері жүргізілген зерттеулерге қарағанда, қолына сағат тағып жүретін кісілердің көңілі смартфондарға 1,5 есе аз аударылады екен. Екінші, классикалық оятарды пайдаланыңыз. Адамдар смартфондарын оятар ретінде пайдалануы жиі болып тұрады. Алайда бұл өте жаман қателік. Таңертең төсектен тұру үшін телефонның орнына дәстүрлі оятарды қолданыңыз. Осылай істесеңіз, сіздің тағы бір рет почтаңызды немесе Фейсбукты тексеріп тастайтын мүмкіндігіңіз болмайды. Үшінші, үнсіз режимді пайдаланыңыз. Жұмыс кезінде немесе сабақта отырғанда смартфонды үнсіз режимге қойған немесе құрылғыны өшіріп тастаған дұрыс. Осылай болса, сіз тезірек жұмыс қалпына түсіп, маңызды міндеттерді тиімдірек атқара аласыз. Төртінші, смартфонсыз аумақ құрыңыз. Гаджет тәуелділігіне қарсы смартфонсыз аумақ деген нәрсе аса пайдалы. Үйіңізде ұялы телефон пайдалануға болмайтын бөлмені сыйлаңыз. Бұл мысалы жатын бөлмесінде смартфондарды асыра пайдаланбауға мүмкіндік береді. Бесінші, қажеті жоқ аккаунттарыңыздың көзін құртыңыз. Қазіргі заманда әлеуметтік желілердің санына жетіп болмайсың. Бірақ сіз солардың барлығында болуға тиістісіз бе? Жоқ. Көп болғаны жақсы деген сөз емес. Деген ережеге бойұсынып, әлеуметтік желілерден
қажеті шамалы және пайдаланып жүрмеген аккаунттарды өшіріп тастаңыз. Осылайша сіз көңіліңізді алаңдататын хабарламалардың санын азайтасыз. 6. 2 минут сайын смартфоныңызды тексеруді қойыңыз. Смартфон діріл қаққандай болды ма? Жай-күй индикаторы жыпылықтап тұра ма? Көпшілігіміз телефонымыздың әрбір хабарламасын тезірек оқып, жауап беруге тырысып тұрамыз. Смартфондардың экранына әр 2 минут сайын көз сала бергенше, оны сирегірек, бірақ ұзағырақ пайдаланып тұрыңыз. Осылай кеткенде сіз барлық хабарламаларға жауап беруге және барлық хабарландыруларды тексеруге үлгеріп отырасыз. Тіпті таймер қойып қоюға да болады. Уақыт біткен кезде келесі сеансқа дейін телефонға жоламайсыз. 7. Гаджеттерді күнделікті өмірде қолдану уақытын шектеңіз. Смартфондар өміріміздің өте маңызды бөлшегі болып алды. Ақылды телефонның көмегі арқылы дүкендерге ақша төлеуге, пойызға немесе ұшаққа цифрлық билеттер алуға болады. Тәуелділіктен арылу үшін олсыз оп-оңай амалдауға болатын салаларда смартфонды пайдалануды азайтқан жөн болады. Классикалық әдістерді еске алыңыз. Билеттерді басып шығарып алыңыз. Зат сатып алған кезде қолма-қол ақшаға алуға тырысыңыз немесе карта арқылы төлеңіз.